Жалпы қызбаның бізде 4 түрі болады. Субфибрилді деген 37-38, фибрилді 38-39, периодикалық 39 бен 41 градус аралығы болса, гиперпериодикалық деген 41 градустан жоғары түрде болады. Және де қызбаның ақ және қызыл деген екі түрі болады. Ақ қызба дегеніміз баланың температурасы жоғарылайды, терісі бозғылт түстес, мәрмәр болады. Әсіресе аяқ-қолдары салқын түрде кездеседі. Қызыл қызба кезінде терісі қызғылт түсті, ұстағанда ылғалды және де ыстық болып білінеді. Бұл жай ғана ақ қызба кезінде симптомдар кәдімгі қызбаның бірінші сатысында болады. Температура нағыз шыңына жоғарылап жеткен кезде температураны көтеруге бағытталған процеспен күресуге күш жинау мақсатында бастапқы перифериядағы қан тамырлар қысылып отырады. Ақ болсын, қызыл болсын, тактика бірдей болады. Және температурасын бағыттауға түсіруге шешім қабылдаған кезде біз оның баланың жағдайына міндетті түрде қараймыз. Егер баланың температурасы 37-те жоғары болып тұратын болса, бірақ ол өзін жайсыз сезініп, ойыншықтарға қарамай, тамақ жегісі келмей, көңіл-күй болмай тек қана жата беретін болса, онда біз оған дәрі беруіміз керек. Ал кейбір балалар болады, температурасы қанша жерден жоғары болып 39-40-қа жетсе де өзін жақсы сезініп, тамақ ішіп, ойнап жүгіріп жүре береді. Бұндай кезде оны тек қана физиологияға әдіспен түсіріп отыруымызға болады. Және ең бірінші біз баланың қалың киімдерін шешеміз, физиологиялық салқындату әдісін қолданамыз. Үшінші, температураға сай балаға препараттар беріп отырамыз. Екіншіден, физиология салқындату дегеніміз ол ең жақсы көмектесетін әдістердің бірі. Бұл кезде баланың мойнын, маңдайын және де қолтық шап аймақтарын, тізелердің артын салқын сумен емес, жай ғана жылы бөлме температурасына сумен сүртіп отырамыз. Әлі осылай бір рет емес, бірнеше рет жасау керек, немесе суға түсіруімізге болады. Температурасы көтеріліп тұрған баланы біз суға бір шомылдырып алатын болсақ, бала өзін жеңіл түрде сезінетін болады. Берген препаратымыз дұрыс түрде әсер ету үшін балаға біз көп мөлшерде сұйықтық беруіміз керек. Себебі бала ауырған сайын, температурасы жоғарылаған сайын ағзасы сусыздана бастайды. Сусызданған сайын қанша жерден біз препаратты дұрыс мөлшерде есептеп берсек те температурасы түспейді. Жағдайы одан сайын нашарлай береді. Дәрі берген соң температура 36-ға түсуі міндетті емес. Мысалға, баланың температурасы 39 болып тұр. Біз дәрі берген соң 38-ге түседі, бірақ ол бізде қалыпты болып саналады. Себебі дәрі, парацетамол мысалға, 4 сағаттың ішінде әсері болады. Енді 4 сағаттың ішінде ол қалыпты деңгейге келеді. Баланың қызуы көтеріп тұрған кезде біздің мақсатымыз температураны басып тастау емес, баланың жағдайын жеңілдету болып саналады. Және қызу түсіретін препараттарды берген кезде біз мұқият оның беру уақытын қадағалауымыз керек. Мысалға, ибуфені берген соң 6 сағаттан кейін ғана екінші рет беруге болады, егер температурасы жоғарылап жатса. Парацетамолды 4 сағаттан ерте беруге болмайды. Егер осы уақыттың ішінде қайтадан көтеріліп кететін болса, міндетті түрде физиологиялық салқындату әдісін қолдануымыз керек. Дәрі таңдаған кезде ибуфен немесе парацетамол біреуін таңдау керек. Екеуін бірдей қолдануға болмайды. Бала егер 3 айдан кішкентай болатын болса, оларда 38 градустан жоғары болу қауіпті болып саналады. Міндетті түрде дәрігерге көрсету керек, себебі сепсистік асқынулар беруі мүмкін. Кейбір ата-аналар баланың температурасы жоғарылаған кезде денесін арақпен сылап жатады. Ол мүлдем болмайды, себебі спирт қанға өтіп, баланың ағзасы улана бастайды. Баланың терісі ересектермен салыстырғанда жұқа болады, сезімтал және зақымданғыш болып келеді. Және де кейбіреулер кішкентай балаға терафлю беріп жатады. Бұл мүлдем болмайды. Тұмауға қарсы аралас препараттарды балалардың жас ерекшелігі бойынша ұсыну керек. Мысалға, терафлюді 12 жастан бастап қана, ал ринзаны 15 жастан бастап беруге болады. Кез келген дәріні қолданған кезде міндетті түрде инструкциясын оқып, қанша дозада беру керек, қандай жағдайда қолдануға болмайтындығын аса назар аударуымыз қажет. Ацетилсалицин, яғни аспирин 15 жастан кейін ғана беруге болады. Одан кіші балаларға беретін болсақ, Рея синдромын тудыруы мүмкін. Бұл дегеніміз бауырда май тіндерінің шаңдап қалуымен, мидың ісінуімен жүретін қауіпті аурулардың бірі. Бұл көбінесе 4 жас пен 12 жас бала арасында аспирин қолдану салдарынан жиі кездесіп жатады. Келесі бұл бізде метамизол натрий, яғни кәдімгі аналогинді беруге болмайды. Бұрынғы 70-ші жылдары кезінде Швеция, Япония, Австрия сияқты елдерде аналогинді жағымсыз әсеріне байланысты қолдануға тыйым салынған. Бұл препарат қан жүйесіне әсер етіп, агранулоцистоз тудырады. Ол дегеніміз гранулоцист пен моноцисттің арасында лейкоцит санының күрт төмендеуі. Германия мен Европа елдерінде бұл дәріні тек қана рецепт бойынша ғана беріп отырады.
келесі препарат немусилет. Мұны балаларға беруге болмайды, себебі бауыр жасушаларының қабынуы, гепатит тудыру қаупі бар, және де бауыр мен бүйрек жетіспеушілігі бар адамдарға қолдануға болмайды. Келесі димедрол. Бұл антигистаминді препарат болғандықтан қызу түсіретін дәрілерге ешқандай қатысы жоқ. Бұның пайдасыз, жағымсыз әсері басым болғандықтан аллергиялық ауруларға да қолданбаған дұрыс. Бұл тікелей миға әсер еткендіктен ұйқының бұзылуы, себепсіз шаршау, бас айналуы, бронхоспазм, қан қысымының төмендеуі, жүрек соғысының жиілігі сияқты жағымсыз әсерлер тудырып отырады. Ибупрофен мен парацетамол екі түрлі формада келеді, сироп және свеча түрінде. Егер баланың температурасы өте жоғары болып, яғни 39 градустан асатын болса, оны свеча бізде дұрыс әсер етпейді. Баланың температурасын түсіру мақсатында дұрыс әсер ету үшін баланың салмағына сай түрде берілу керек. Мұндай кезде біз свечаның ешқандай түрін есептей алмаймыз, тек қана сироп қана бізде салмағына сай миллилитрмен өлшеп бере аламыз. Свеча көп жағдайда әсер етпейді, себебі біріншіден қызу көтерілген кезде тік ішектегі қан тамырлары қысылады, демек препарат дұрыс сіңбейді. Және де тік ішекте қалыпты жағдайда нәжіс болғандықтан бұл дәрінің сіңуіне кедергі келтіреді. Ең дұрысы мүмкіндік болғанша сиропты баланың салмағына сай есептеп беру керек. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.